Сәлем балалар, қазақ тілі 3-ші сынып, 6-шы сабақ, тақырыбы мәтін түрлері. 24-ші жаттығу тақырып пен суретке қарап өлеңнің мазмұнын болжа. Сонан соң өлеңді оқы. Яғни суретте қарайтын болсақ, бүркіт туралы деп ойлаймыз, себебі тудада біздің қыран бүркітіміз бейнеленген. Бүркіт әрі қайратты, сұлу әрі айбатты, көтеріліп тым биік, көзбен шолар аймақты. Бүрген жерін жұлады, жүректі әрі қырағы. Бүркіт алғыр текті құс, ең мықтысы қыраны. Оққан өлеңнен сипаттау мәтін екен дәлелде. Яғни бұл өлеңде бүркітті сипаттап жағландықтан сипаттау мәтіні болып қалады. Қандай деген сұрақтарға жауап берекен. Мысалы, қайратты, сұлу, айбатты, биік, содан кейін қырағы, жүректі, алғыр, текті, мінекей қандай деген сұраққа жауап беріп, сипаттау мәтініне жатады екен. Енді бұл жерде біз екі мәтінді салыстырайық, Алдымен екінші мәтінді оқып шығайық. Мәтінді оқып, оны жоғарыдағы мәтін түрмен салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығы неде? Зат қайсында нақты, қайсында бейнелі суреттелген. Қыран бейнесі еркіндік белгісі, ол биік арманды білдіреді. Оның мәні әлемдік өркениетке ұмтылу, жету ниеті деген сөз. Аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Балалар, енді біз бұл жерде ұқсастығы екеуді бүркіт туралы, мәтінде өлеңді. Ал айырмашылығы өлеңде қыран құстың қайраттылығы, сұлулығы, алғырлығы, мықтылығы, қырағылы туралы болса, ал мәтінде қыран құс арқылы адамның арманға жету, еркін өмір сүру керектігі туралы айтылған. Мәтіннің соңғы сөйлемін жаз, аяқтан шалғысы келетіндерді топшысымен қағып, ерен қайрат көрсету бейнесі. Енді бұл жерде қандай мәтінге жатады екен? Мәтіннің сонымен қатар ғылыми және көркем түрлері де бар. Затты енді өлеңде нақты берілген болса, бұл ғылыми мәтін. Ал мәтінде бейнелі түрде суреттелген, сондықтан ол көркем мәтінге жатады екен. Осыны да балалар естеріңе сақтаңдар. Енді ережесімен танысайық. Зат ғылыми мәтінде нақты, ал көркем мәтінде бейнелі суреттеледі. Жаңа біз оны айтып өттік. Ғылыми мәтінде заттың қайда кездесетіні, сыртқы бейнесі, түрі, адамның қалай пайдаланатыны ескерілді. Жаңа өлеңде осыны біз нақты айтқан болатынбыз. Неге қыран құстың биікке самғап ұшқанын байқауға болады. Жаңылтпашты жатқа жазып және жаттап алыңдар балалар. Томағалау қыран құстың басына көзін бастыра былғары қалпақ кигізу. Мінекей мынау қалпағы, осыны томағалау деп атайды екен. Осымен сабағымыз аяқталды.